14 asырда жасап саяхатларға құштарлығы күшлі болған бір инсан бар еді. Яғни ол өз дәуірінің ең атақлы кашшафларынан, толығырақ етіп айтқанда бір жерді бірінші болып ашқан инсанлардан бірі болған. Оның қадемі сол уақытлары дүнияның даңқы кеткен дерлік барлық жеріне жеткен, хатты қазіргі Сибирьге шекем. Көз алдыңызға келтірің, Маракаштан болған, һәм өмірінде бір мәрте болса да қарды өз көзіменен көрмеген африкалы 14 асырда Сибирь қысында кезіп жүр. Оның өмірінің қызықлы саяхатларға бай болғанын міне осы факт арқылы да білу қиын емес. Яғни Шамсыддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах ат-Танжи ибн Баттута, көбірек ибн Баттута атымен еске алынады. Барлық дәуірлердің ең белгілі саяхатшысының ізінен жайхун арқылы саяхатқа аттануды қалесеңіз, дайын отырың, біз басладық. Бұл саяхатшыны венециялы саудагер Марко Поло менен салыстырылады. Егер Марко Поло христиан объектлер хақында сөз еткен болса, бүгінгі Ибн Баттута мұсылман қабірлері һәм мұхаддис шейхлар хақындағы тәсірлері менен бөліскен. Яғни, ол 14 асырдың бірінші ярымында ислам дүниясының барлық мемлекетлерін айланып шығуға мияссар болған діни саяхатшы, сондай-ақ зияратшы һәм саудагер еді. Ибн Баттута 120 мың километрдан артық аралықты басып өткен соңғы универсал амелиятшы географ сыфатында таналуымыз мүмкін. Оны көбінесе жалғаншылықта айыплағаны да сыр емес, яғни ал кейбіреулер оны найраңбаз деп атады. Себебі оның саяхатлары жүді шебер һәмде қызықарлы жазылған еді. Бірақ бірқатар зерттеушілер һәмде тарихшылардың пікірінше Ибн Баттутаның тарихлері орта әсірлер найраңбазлық фантазиясының жемісі емес, ал суретленген үлке һәмде халықларды тікелей баянлап беру нәтижесі еді. Ұлы саяхатшы Ибн Баттута дүнияның үлкен бөлегіне барып үлгерген. Көпшілік бұл атты есткен, бірақ ол хақында мағлұматлар көп емес. Ибн Баттута толық аты Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдуллах ал-Лавати ат-Танжи 1304 жылдың 24 февралында Маракаштың Танжа, яғни қазіргі көпшілік деректерде Танжер қаласында фақих, яғни ислам құқықтанушысы Шайх Абдуллах ал-Лаватидің шаңырағында туылған. Ибн Баттутаның әулетлары барбарлардың Лабат қауымынан болған үшін олардың ісміне Ал-Лавати қосымтасы қосып қолданылады. Ибн Баттутаның балалық жыллары хақында жүді аз мағлұматлар сақланып қалған, бірақ өзіне бірқанша тоқ шаңырақтан болған Ибн Баттута жазлығында медреседе түрлі пәнлерден терең білім алған. Әкесі оның өзіне мирасқор болуы, яғни фақихлық лауазымын иелеу тәрептар еді, бірақ дүния мемлекетлерін аралау, олар хақында қарқилы мағлұматларды жинау болашақ саяхатшы алымның бүткіл ой-пікірін бәнд еткен еді. Ол өзінің ең үлкен арманы дүния бойлап саяхатты әмелге асыру үшін 21 жасында ата үйін хадж каруанына қосылып тәрк етеді. Хадж сапары дауымында дүниядағы ең үлкен шөл сахраи кабірді пияда кесіп өтуде. Басынан кешірген машақатларына қарамастан Ибн Баттута өз сапарын дауам еттіруге қарар етті. Осы саяхаты дауымында Ибн Баттута Мысыр аймағын кесіп өтіп кемеде Джиддаға баруды режелестірген еді. Бірақ сол уақытлардағы араб қауымлері арасындағы жанжелер саяхатшыны қараға қайтуға мәжбүр еткен. Бұнан соң Ибн Баттута жақын һәм орта шығыстың сол уақытлардағы ең гүлдеп жаснаған қалалары Құддус, Дамаск, Мекке, Басра һәм Бағдад және де Тебризде болды. Соң Меккеге қайтып келіп, әкесінің арманын әмелге асырған һәм бірнеше жыл фақих лауазымында жұмсалып барған. Бұнан тысқары саяхаты дауымында алған білімдер арқасында саяхатшы медреседе сабақ беру құқығына ие болған. Мәлики алым сипатында насихатлар беруді һәм талқылауларда қатынасу мүмкін еді. Бірақ алымның өз саяхатларын және дауам еттіру ережесінен ешқашан бас тартқысы келмеді. Қысқасы 1330 жылы Меккеден жолға шыққан саяхатшы Қызыл теңізді кесіп өтіп, Яманның Аден портына
портына келді. Сол уақытлары Яманда тек екі қала, Сана, яғни Яманның қазіргі пайтақты һәм Забит, қазірде Ямандағы кіші порт қала бірқанша көзге көрінген сауда орындар еді. Аденнен кішірек кеме жаллаған Ибн Баттута дәпсілеп Сомалиде, соң сол уақытта Африка шығысындағы ең бай қалалар болған Мамбаса һәм Кильвада болған. Саяхатшының жазуынша, бұл қалаларда оның диққатын тартқан нәрсе жергілікті халықтың қара терілігі екені еді. Африка шығысы бойлап саяхаттан қайту үшін саяхатшы Арабстан ярыматауының құбласы бойлап жүзіп, Парсы қолтығына келген. Соң Арабстан ярыматауын пияда кесіп өтіп, Меккеге қайтып келді. Саяхатшының Румға, араплар Кіші Азияны осылай атаған. Бұл сапар 1332 жылдың қысында Алая портынан басланып, соң қазіргі Түркияның Анталия, Ладик, Кония, Кайсери һәм Сивас қалалар арқал бойлап дауам еткен. 1333 жылдың ақырында саяхатшы Қара теңіздің Синоп портында болды. Ол арадан 24 жыл өтіп қана өзінің ватанына қайтады. Бірақ сонда да бұның жалғыз бір себебі мұсылман Испаниясына қайта саяхатқа атлану ниеті болған. Маракашқа қайтқан Ибн Баттутаның әкесінің 15 жыл алдын қайтыс болғанлығын біледі. Оның анасы да қайтып келуінен бірнеше ай бұрын ғана дүниедан өткен еді. Яғни саяхатшы оларды соңғы мәрте 21 жасында, ал бірінші сапары алдынан ғана көрген еді. Оның әкесі Танжирде қазы еді. Саяхатшының өзі де Ширазға қазылық гуалығын алған һәмде 2 мәрте қазылыққа тайынлағанын айтуымыз мүмкін. Яғни олардың біріншісі Хиндистанда, екіншісі Маракашта. Саяхатлардан қайтып отырықшы тұрмыс тәрізіне өткеннен кейін құқықтанудан тысқары илахият һәмде шайырлыққа қызыққан. Ол бүткіл дүнияға белгілі 30 жыллық сапары дауамында ислам дүниясының үлкен бөлегіне дәслеп Мысыр, Шам, яғни Сирия, Ливан, Палестина, Месопотамия, сондай-ақ Орайлық Азия, Құбла Шығыс Азия, Құбла Азия, Құбла Европа, Шығыс Европа, Россия һәмде Қытайға барған. Яғни, егер қазіргі ұсылда таллап қарасақ, оның тізімінде 44 мемлекет пайда болады. Шығыс мемлекетлеріне саяхат етуді қалеген тынымсыз Ибн Баттута грек кемесінде Қырымның Кафе, қазіргі Украинаның Феодосия қаласына, соң Азов теңізіне һәм ол арқалы ақырында Арха Кавказға жетіп келген. Кавказдың Пятигорск қаласында Ибн Баттута 1334 жылдың майында Алтын Орда ханы Өзбек хан тарапынан үлкен хүрметпенен қабыл етілген. Тарихшылар арасында Ибн Баттутаның Волга Булгариясына еткен сапары хақында бірқанша тартысылы пікірлер бар. Айрым алымлар Ибн Баттута Волга Булгариясында болмаған, себебі 14-ші асыр шариғатында тек 20 күн ішінде бұл аймаққа саяхат етуге физикалық шақтан үлгермеген болар еді деп есептейді. Бұл алымлардың пікірінше Ибн Баттута Волга Булгариясына сапар хақындағы мағлұматларды оның өз ямаса шығармаларын көшірген хаткері Ибн Джузай тарапынан Абул Джубайр һәм Абул Фид сияқты басқа араб саяхатшыларының шығармаларынан алынған болуы мүмкін деп есептейді. Яғни Волга бойындағы бұлғарды зиярат етуі һәм ұзақ арқаға баруы автор тарапынан суретленген. Бірақ бұл эпизодлардың бір бөлімі қазіргі заман зерттеушілер тарапынан гуман астына алынған. Бәлкім ол Сибирьге жетіп бармаған шығар, Болгар хақындағы гүррің елде тартысылы тема болып қалмақта. Қалай болғанда да саяхатшы Алтын Орда ханының қызметкерлеріменен бірге Хаджи Тарханға, қазіргі Россияның Астрахан қаласына саяхат етіп, ол жерден Өзбек ханның хаялы Византия императоры Андроник үшіншінің қызы Баялун хатунды өз әкесінің алдына шығарып салу құрметіне мияссар болған. Бұл 1332-1334 жылларға тура келеді. Византия пайтақтында бір айдай болып, 1334 жылдың ноябрь айының орталарында саяхатшы және Волгаға, Алтын Орда ханлығы пайтақты Сарай Беркеге қайтып келген. 1334 жылдың ақырында саяхатшы Алтын Орданы таслап, Хорезмлі саудагерлер каруанымен бірге Орта Азия тарапке
жол алды. Ибн Баттутаның жазуынша ол қосылған сауда каруаны Алтын Ордадан Хорезмге шекем 30 күн жол жүрген. Каруан күніне 2 рет құяш нұры қызғанда һәм қараңғы түскенде тоқтаған. Каруанның дем алу үшін тоқтау уақыты болса, дүккілерден, яғни ноғат, мәш, лобия сорпа таярлау үшін қанша уақыт талап етілсе, сонша уақыт керек еді. Ибн Баттута саудагерлер каруанында бар қолла кептірілген көш болуы һәм оны сорпаға салып қаты қосып ішілген хақында жазған. Мақсат етілген мәнзілге тезірек жетіп бару үшін әрбір саяхатшы ауқатланып һәм хаттегі ұйқылап атырғанда да арбаларда жүруді дауам еткен. Ибн Баттутаның 1334-1344 жылларда 15 жыл дауам еткен ең ұзақ саяхатының текарғы бөлімі Үстәрізде басланған. Орта Азияда Ибн Баттута ірі сауда орайлары есапланған Үргенч, Бухара, Нақшап, яғни Қаршы һәмде Самарқанд қалаларына да саяхат етеді. Олардың орта әсірлердегі тұрмысы хақында бақалы мағлұматлар жинауға еріскен. Үргенчте саяхатшы Алтын Орда ханлығының құдіретлі нояны Құтлық Тимур тарапынан үлкен хүрметпенен қабыл етіледі. Саяхатшы Хорезмге бір қанша ұзақ уақыт болады һәм ол жерде халықтың тұрмыс тәрізі, ханлардың өмірі һәм зиярат ету орынлары хақында бақалы мағлұматлар да жазып қалдырады. Ибн Баттута Хорезм халқы хақында өзінің еске түсірулерінде былай деп жазады. Яғни, бүткіл дүнияда хорезмлілерден жақсы мінезлі, шет елдерге салыстырғанда жоғары мәртебелі һәмде меймандос адамларды мен еле ұшыратқаным жоқ. Сондай-ақ Ибн Баттута Амудария хақында да бақалы мағлұматларды жазып қалдырған. Хорезм артынан бейіштен басланатуын 4 дарияның бірі Джайхун, қазіргі Амудария ағады. Бұл дария дәл Етел, яғни қазіргі Волга дариясына ұқсайды. Қыста мұзлайды һәм сонда адамлар оның үстінен жүре алады. Дария 5 айдай мұзбенен қапланған болады. Мұздың ері уақытында оның үстінен жүрген адамлардың біразы шөгіп кетіп набыт болады. Жаз күндері дария бойлап кемелерде терімізге шекем жүзіп барып, ол жерден бидай һәм арпа алып келінеді. Бұның үшін 10 күн уақыт керек болады, деп жазылады. Саяхатшы Хорезм қауынларының бүткіл дүнияға таралған даңқ хақында былайынша атап өтеді. Дүнияның, яғни мұсылман дүниясында зерде тұтылған шығысында да, батысында да Бұхара қауынларынан тысқары Хорезм қауынларына тең келетұғыны жоқ. Оның қабығы жасыл, дәнесі қызыл, жүдә мазалы һәм соныңменен бірге қатты. Қызығы сонда оны бөлеклерге бөліп, дәл бізде кептірілген әнжірді таярлағандай құяшта кептіріп, себетлерге салып, Хорезмнен Хиндистан һәм Қытайдың ұзақ қалаларына алып барады. Бірақ кептірілген мейвелер ішінде оған тең келетұғыны жоқ. Ибн Баттута Хорезм топырағында жасап өткен атақлы суфилердің зиярат орынлары хақында хүрметпенен жазған. Саяхатшының хабар беруінше, Хорезмге кіруде ислам дүниясында белгілі теберік тұлғалардан білі болған Шайх Наджмиддин Аль-Кубра қабірі жанында құрылған зауия, мұхаддес орынларда дәруішлер һәмде зияратшылар үшін құрылған арнаулы имарат ханақа бар. Қаладан сыртта белгілі алым имам Абул Қосым Махмуд ибн Умар аз-Замахшаридің қабір жайласқан болып, оның үстіне мақбара құрылған деп жазылады. Хорезмнен 18 күн жол жүрген Ибн Баттута Бұхараға келді. Оның Бұхара хақында қалдырған мағлұматлары хақында ілімпазлар арасында түрлі тартысулар бар. Себебі саяхатшы бұл қала хақындағы мағлұматларды бір қанша бұзып көрсеткен деген пікірлерде ұшырайды. Бұхарадан кейін саяхатшы Нақшап, яғни қазіргі Қаршы қаласына жол алып, оның сұлтаны Тармашарин хақында бір қатар мағлұматларды жазып қалдырған. Ибн Баттута Нақшаптан кейін Самарқандқа еткен сапары тәсірлері хақында да толқынланып жазған. Оның жазуынша, мен Самарқандқа жол алдым. Бұл ең ірі һәм гузал қалалардан бірі. Ол Вади Аль-Кассарин, яғни Заравшан дариясы жағасында жайласқан болып, осы дариядан шарқ-палеклер жәрдемінде бағларға су алынады. Қала халқы кешкі намаздан кейін осы дария бойында сейіл ету һәм ойын зауық ету үшін жиналады. Бұл жерде отыру үшін тақта сұпалар һәмде мейуе һәм басқа да азық ауқат сату үшін дүканлар құрылған деп жазылады. Самарқандта құрылған һәр түрлі архитектуралық естеліктерді саяхатшы былай
тәрбиелеген. Дария, Заравшан жағасында үлкен сарай һәм имаратлар бой тіклеген һәм олар Самарқан халқының қандай шебер архитектор екенлігінен дерек береді. Бұл жерде қала диуалы ямаса даруазалар жоқ. Қала ішінде бағлар жүдә көп. Самарқан халқы шет еллерге қарата мінезі кең һәм мейманхош адамлар. Ибн Баттута Самарқандтан кейін Терміз, Амударияны кешіп өтіп Хорасанның Балх қаласына келеді. 1333 жылдың жазын Ибн Баттута арқа шығыс Иран һәмде Афганстан бойлап саяхат етуменен өткерген һәм Нишапур, Машхад, Джом, Бистом һәм Қабул қалаларында болған. Хиндикуш тауларын асып өткен саяхатшы сауда каруаны менен Ғазна арқалы Хиндистанға жол алған һәм ақырында 1333 жылдың сентябрь айында ол Хинд дариясын кешіп өтіп өмірінше арман еткен мемлекеті Хиндистанға жетіп келген. Дели сұлтанлығында Ибн Баттута Сұлтан Мұхаммед тұғылық қызметіне кірген. Саяхатшы Хиндистанда 8 жыл жасайды һәм дәслеп қазы, соң фақих лауазымларында жұмсалып барады. 1342 жылдың жазында Ибн Баттута Хинд сұлтанының елшісі сипатында Қытайға сапар етті. Көпшілік зерттеушілер оның Қытайға барғанын мойынлайды, бірақ текстегі босылықтарды да атап өтеді. Ибн Баттутаның Қытай хақында жазып қалдырған мағлұматлары онша анық болмағаны себеплі айрым қанегелер саяхатшының бұл мемлекетке сапарына біраз гуманменен қарайды. Қытайда бірқатар саяхатларды басынан кешіргеннен кейін Ибн Баттута шығыс Азиядағы Кантон портына жетіп келген. Ол жерден саяхатшы Малайзия һәм Бенгалия арқылы Хиндистанға, соң теңіз жолыменен Тунис һәм Италияның Сардиния атауы арқылы 1349 жылда Маракашқа қайтып келді. Хиндистан һәм Қытайдағы елшілік тәжірибесінің нәтижесі ретінде Ибн Баттута 1350-1351 жыллары Маракаш сұлтан тарапынан Гранадаға, яғни қазіргі Испанияның Андалусия провинциясы аймағындағы қалаға дипломатиялық миссияменен барған. Бұл сапар дауамында саяхатшы сол уақытлардағы Гранада һәм Андалусияның тұрмысы хақында бақалы мағлұматларды жазып қалдырған. 1352 жылы тынымсыз саяхатшы және жолға шығып бұл сапары Африканы үйренуді өз алдына мақсат етіп қойды. Сапардың көлеміне қарағанда Ибн Баттутаның ең ірі жарқынлы сипатында саяхатшы осы аймақты жасайтұғын халықтың дос һәм түйе терілеріне құртылған үйлері хақында жазған еді. Жол бір қанша машақатлы һәм қауіплі болғанына қарамастан Ибн Баттута Сахара шөлін табыслы кесіп өтеді. Африканың Мали мемлекетіне жетіп келеді. Бұл мемлекеттің ең бай қалаларынан бірі Тимбуктуда болған саяхатшы бұл жерде жергілікті хукімдар Сүлейман тарапынан үлкен хүрметпенен қабыл етілген. Ибн Баттута жалғыз жүргенде дос келетұғын қауіптен сақлану үшін тикарнан каруан һәм топарларменен саяхат еткен. Каруанлар оған тек қана қауіпсіздікті емес, ал дослық байланысты да інәм еткен. Ол Малиден қайтып кетірғанда 600 құлды алып кетірған каруан менен бірге келгенлігі хақында мағлұматлар бар. Атап өту керек, ол ірі сауда каруанының бір бөлегі сипатында ғана жол жүрген. 1354 жылдың басында Ибн Баттута Африка сапарынан Маракашқа қайтып келген һәм Фес қаласында маринитлер сұлтаны Ибн Инан Форестің бұйрығы бойынша өзінің барлық саяхатлары хақында тәсірлерін Гранадалы алым Шайх Ибн Джузайға айтып берген. 1355 жылдың декабрінде болса, Ибн Джузай Ибн Баттутаның естеліктерін жұмақлауды тамамлайды һәм бұл менен Ибн Джузай Марко Полоның шығыс мемлекеттеріне саяхатына байланысты естеліктерін жазып алған Рустикано сияқлы тарихта із қалдырады. Ибн Баттутаның саяхаты кітабы тикарнан саяхат жанрында жазылған классикалық шығарма болып табылады. Саяхатшының Мали, Урайлық һәм Арқа Африка, Саудия Арабстаны, сондай-ақ Сирия, Ливан, Палестина, Қырым, Кавказ, Алтын Орда, Орта Азия, Афганстан,
Қытай hamda Hindistan haqinдағы еске түсірулері осы аймақлардың орта әсірлердегі тұрмысы хақында бақалы тарихи деректер есептелінеді. Есеп санақларға қарағанда өзінің 28 жылдық саяхатлары давамында Ибн Баттута дүнияның 3 құрғақлығындағы бірнеше жүз қалаларда болып 120 мың километрден астам аралықты басып өткен. Бұндай аралықты қазіргі уақытта har қандай зерттеуші хатты заманауи техника құралдарынан пайдаланған жағдайда да басып өтуге қабілетлі бола бермейді. Саяхатшы өз барған жерлердің сол дәуірдегі тұрмысын әләжі барынша толық һәм хақиқи түрде жанландыруға харекет еткен. Соның ұшында оның естеліктері жүдә кең тарқалған болып 1818 жылы латын, 1829 жылы инглиз, кейін ала дүнияның басқа да көптеген тілдеріне аударылған. Алым 1368, 1369 һәм 1377 жылдар аралығында қайтыс болған делінеді. Орта әсірлердегі өмірін зерттеу бағдарында шексіз қызметлері үшін Ибн Баттута менен тек қана маракашлылар емес, ал бүткіл мұсылман мемлекеттерде мақтанады. Сондықтан ұлы саяхатшының аты түрлі объектілерде мәңгілестірілген. Соның ішінде Бірлескен Араб Әмірліктерінің Дубай қаласындағы ең ірі сауда орайларының біріне Ибн Баттута аты берілген. Сауда орайы бір уақытлары саяхатшы барған жерлер Андалусия, Арқа Африка, Иран, Қытай һәм Хиндистан атларымен аталған. Сауда орайына кірер жерде болса Ибн Баттутаның үлкен портреті орнатылған болып, астында араб һәм инглиз тілдерінде саяхатшы хақында мағлұматлар жазылған. Құраны кәрімді рус түріне аударма істеген рус арабтанушысы Крачковский саяхатшының географиялық білімдерді рауажландырудағы үлкен үлесі хақында былай жазады. Атақлы Ибн Баттута барлық мұсылман мемлекеттерін айланып шыққан ақырғы ұлы саяхатшы һәм универсал географ әмелиятшы еді. Оның саяхаты елге шекем құрметпенен тілге алынады. Орта әсірлердегі Алтын Орда һәм Орта Азия хақындағы бірде-бір іліми жұмысы Ибн Баттутаға mürajaat етпестен орынлаудың іләжі жоқ. Белгілі неміс географы Хенниктің пікірінше 14 ғасырда жасаған маракашлы Ибн Баттута айемгі дүние һәм орта әсірлер білген саяхатшылардың ең ұлы спатында тән алынуы керек. Ибн Баттута құрғақлық һәмде теңіз арқылы 75 мың мильден астам аралықты басып өткен. Бұл Марко Полоның нәтижесінен әдеуір көп. Ибн Баттута өзінің барлық саяхатларында ұрыслар, көтерілістер һәмде басқыншылықтардың куәсі болған. Алыс елдерге саяхатлар давамында мәдениетлардың үлкен соғылғысуларында басынан кешірген. Дәуірлер өтсе де оның саяхатлар хақындағы жазылған кітабы Хиндистан, Пакистан һәм басқа да мемлекеттерде тарихи дерек сипатында елге дейін пайдаланылмақта. Европа һәмде Азияның 80-нен астам тілдеріне аудармаланған бұл шығарма тек қана өтміштің уақияларына емес, ал адамзаттың ілімге, ойлап табуға һәм әлемді білуге болған таусылмас қызығушылығын өзінде сәулелендіреді. Ибн Баттутаның әрбір беті бұл мәртлік, сабыр һәмде білімге құштарлық сабағы. Оның іздері қазіргі шекем дүние картасында жаңлайды. Аты болса, мәңгі саяхатшылардың белгісіне айланған. Бұл жайғын жойбары. Бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басын, комментарий жазың һәм достарға жіберіп қойың. Кейінгі салаларда көріскенше.